Достар, баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен қайызғақтан қалай құтылу керектігі туралы сөйлесетін боламыз. Видеоны көрмес бұрын подписка жасап, лайк қоюды ұмытпаңыздар. Үйдегі ас содасы қарапайым өнім, қайызғақтан арылуға көмектеседі. Ендеше ас содасын қалай қолданамыз? Жуылған басыңызға бір уыс ас соданы жақсылап терісіне жағып шығасыз. Одан кейін 3 минуттан кейін жуу қажет. Ал екінші әдіс қарапайым тұз, ас үйдегі. Құрғақ бас терісіне 1-2 шай қасық ас тұзын дайындап, біртіндеп сеуіп, уқалауыңыз қажет бас терісін. Осы процедураны аптасына 2 рет қайталасаңыз, басыңыздағы қайызғақтан құтыласыз. Үшінші әдіс сарымсақ, микробтарға қарсы қиымды құрал. Ол қайызғақты тудыратын бактериялармен күресу үшін өте қолайлы. Сарымсақтың иісін кетіру үшін оны бірнеше шай қасық шикі балмен араластырыңыз. Алынған композицияны бас терісіне уқалап 30-60 минутқа қалдырыңыз. Басыңызды әдеттегідей жуыңыз. Процедураны аптасына 1 рет қайталанған жөн.